Сәлем достар, бүгін сіздермен банан қабығы жайлы айтатын боламыз. Тақырыбымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына қолдау көрсетіңіздер. Көпшілігіміз бананды жемістер қатарына жатқызамыз, алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300 бананға дейін болады. Бұл шамамен 500 келіге дейін тартады. Сары бананмен қатар қызыл түсті де кең тараған түрі бар, алайда мұндай түрі жұмсақ болғандықтан тасымалдауға жарамайды. Сейшел аралдарының бірі Маода сары, қызыл және қара банан өседі. Бұл жергілікті тұрғындары үшін теңіз өнімдерімен бірге берілетін таптырмайтын гарнир болып есептелетін екен. Көңіл күйді реттейтін B6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда көп болады. Қызығы, банан диетасы да бар, алайда оның нәрлілігі картопқа қарағанда 1,5 есе көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өседі. Сондай-ақ оның құрамында калий болады. Ол адамның қалыпты қысымда жүруі үшін өте қажет. Сонымен қатар, калий жүрек бұлшықетінен қатайтады. Бананның құрамындағы сахароз, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез әрі жеңіл қорытылады, бойға күш-қуат сыйлайды. Ертеде банан жемісін ертегі әлемінің жемісі деп те атаған екен. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Сондай-ақ шайқас ұрыстарда жараланған сарбаздар банан қабығын басып, жара тыртықтарын емдеген. Ескіде Италияда әнші әртістер тамақтары ауырмас үшін банан қабығын қайнатып ішкен екен. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеледі. Құтты қонақтардың алдына әкелінген. Еуропа елдерінің мектептерінде оқушыларға таңертеңгі және түс ас кезінде банан беріледі. Себебі банан баланың ойлау қабілетіне жақсы әсер етеді. Кубада бананды етпен бірге пісіреді. Ал Венесуэлада бананды қуырып, күрішпен бірге араластырады. Банан Үндістан, Эквадор және тағы басқа әлемнің бірқатар оңтүстік елдерінде өседі. Бұл жемістің бірнеше сорттары бар. Біздің елде кең тарағандары Кавендиш, Гро-Мишель, Лакатан. Бұл сорттар ағаштан піспеген, жасыл күйінде теріліп, бірден қораптарға жинастырылған. Жеміс ұзақ жол барысында өзі пісіп жетіледі. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, А, В, С, П, И дәрумендері бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек қан тамырлары, бауыр, бүйрек, өт ауруларында алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Банан ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуы мен қан қысымының өзгермеуіне ықпал етеді. Сүйек, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Аяқ-қолдың мезгілсіз тартылуы, шаш түсу, теріге ерте әжім түспеуін қадағалайды. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады. Күйзеліс, көңілсіздік, стресс кезінде көмекке келеді. Көңіл-күй гормонының пайда болуына септігін тигізеді. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәби бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланған жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болған абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлесін қосады. Сонымен қатар, бананды шаршағанда, ашуланған кезде, емтихан, сынақ алдында пайдаланған дұрыс. Банан таңдаған кезде оның сыртқы қабығы мен сабағына мән беріңіз. Сыртқы қабықта қара дақтар әрі өзі қатты болмауы керек. Оның түсі бір қалыпты, үсті жылтырлау керек. Бананның қабығы да кәдеге жарайды. Төменде берілген мысалдар арқылы тыңдаңыздар. Банан қабығы күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді.
Ол үшін қабықты блендерда тіс пастасы сияқты ұсақтап су құйып қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазалаймыз. Біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Одан кейін күмісті банан қабығының қалдықтарынан тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртеміз. Банан қабығының құрамындағы майлар мен балауыз оны аяқ киімді тазалап, жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп, үстінен құрғақ матамен сүртіп тастаңыз. Тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін, тістеріңіздің үстін банан қабығының ішкі бөлігімен 2 минуттай сүртіңіз. Қабықты калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы, әрі оны ағартуға септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізді тағы бір рет жуып, тісіңізді ағарту үшін осылай күніне 1-2 реттен қайталап тұрыңыз. Банан қабығының құрамындағы түрлі табиғи майлар мен ферменттер күннен күйуден, жараны тез жазатын қасиетке ие. Сонымен қатар ол қабыну мен түрлі жәндіктердің шағуынан қорғайды. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен жараған немесе шағылған жерге қойып, таңып тастаймыз немесе ысқылаймыз. Күніне бірнеше рет осылай істесеңіз, жара тез жазылып кетеді. Сүйелді кетіру үшін банан қабығы халық емінде сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағы мен сүйелдің үстіне қойып, 1 күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер 1 аптада кетсе, кейбіреулерінің кетуіне 1 айдай уақыт кетуі мүмкін. Сонымен қатар, банан қабығы псориаз бен безеуді кетіреді. Псориаз бен безеуді кетіру үшін бананның қабығын ішкі қабатымен қабынған жерлерді сүртесіз. Бірнеше күннен кейінгі өзгерісті байқап көріңіз. Банан қабығының тері үшін пайдасы бар. Банан қабығы минералдар мен антиоксидтарға бай. Егер күнделікті онымен бетіңізді, мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің кетуі азаяды. Айтылған ақпараттар кәделеріңізге жараған болса, менің арныма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы.